Сіз қазақ әдебиетінің алтын қазынасын білесіз бе? Жансүгіровтің шығармаларында табиғат пен адам жаны бірігіп керемет симфония жасайды. Құлагер поэмасында жылқы бейнесі еркіндіктің символы болады. Құлагердің шабысы даланы кеңейтеді. Адам рухы да өз кеңістігінде еркіндік іздейді. Жылқы тек табиғаттың бөлігі емес. Ол адам жанындағы құмарлық пен еркіндіктің рухани көрінісі. Жансүгіров шығармаларында табиғат пен адам бір-бірімен тығыз байланысты. Ақын табиғатты адам жанының айнасы ретінде суреттейді. Оның поэзиясында дала кеңістігі мен адам жанының тереңдігі үндеседі. Жансүгіровтің әлемінде табиғат пен адам бір тұтас дүние. Табиғат пен жан Жансүгіровтің поэзиясындағы шексіз әлем. Жансүгіров шығармаларында табиғат бейнелері шексіздік сезімін оятады. Адам жанының шексіздігі осы кеңістікпен тығыз байланысты. Таулар, далалар, өзендер арқылы ақын адамның өмірлік ізденістерін бейнелейді. Бұл арқылы ол рухани кеңістіктің шекарасын анықтайды. Табиғат пен жанның осындай байланысы оқырманға өз өміріне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Жансүгіров поэзиясы табиғат пен адам жанының үйлесімділігінің керемет үлгісі. Жансүгіровтің поэзиясында табиғат адам жанының айнасы іспетті. Мысалы, оның дала, тау, өзен, жел секілді өлеңдерінде табиғат тек сыртқы орта ретінде ғана емес, адамның ішкі әлеміндегі күрделі сезімдердің символы ретінде көрініс табады. Мысалы, тау образы адамның рухани биіктігі, асқақ армандары мен ішкі қуатының символы. Адамның ішкі еркіндігі таудың шексіз шыңдарымен үйлеседі. Өзен бейнесі адамның өмір ағысы, оның ойлары мен сезімдері еркін ағып жатқан су сияқты кең әрі терең. Өзен сияқты адам жаны да бірде тыныш, бірде дауылды.